Қазақтың ұлттық киімдері көркіңізді аша түсіп, ажарыңызды айқындайтындығы, әдемілігіңізді үстемелейтіндігі сөзсіз. Ойын-сауық той жиындарда, қазақы мерекелерде қазақтың ұлттық көйлегін киіп, сәнденіп баруыңызға әбден болады. Қазақ халқының сұлулықпен үндескен жас бойжеткеннің бас киімі сәукеле, қыздың дене бітімінің пішінін өте нәзік әрі сымбатты етіп көрсететіні анық. Қазақ халқының ұлттық киімдері сырт бейнесімен де, климаттық жағдайларға да қолайлылығымен де ерекшеленеді. Әр киімнің өзіне тән денсаулық үшін атқарар қызметінің бар екендігі мақтан етуге тұрарлық жағдай. Солардың бірі қазақтың ұлттық бас киімі кимешектің медициналық маңызы зор. Оның иекті айнала, маңдайды жауып тұратын бөлігі түрлі мойын ауруларынан сақтайды, және де сыртқы қолайсыз ауа райы мен түрлі шаң тозаңдардан қорғайды. Сондай-ақ, жасөспірім бойжеткен мен әйел затының сұлулығын аша түсетін шолпы және шашбау әйел шашының өсуіне ықпалын тигізеді. Басты ауыртпайтын емдік қасиеті де бар. Қазақтың ұлттық киімдері көркіңізді аша түсіп, ажарыңызды айқындайтындығы, әдемілігіңізді үстемелейтіндігі. Қос бұрымың өріліп, тобығың ай төгіліп, көздің жауын аладай, сондай көркем көрініп, ай жүзіңі сарайлы, тамсандырды талайды, көрген жандар өзіңе қор қызындай ай қарайды. Қазақтың қызысың, жібек баян ізісің, асып кетер сендерден сұлулар жоқ біз үшін. Иманы мен әдебі, қарапайым әлемі, біздер үшін қашанда қазақ қызай ой әдемі. Өзін өзі баптаған, ана үлгісін жаттаған, қазақ қызы қадірлі, ар-ұятын сақтаған, ұзын киіп жамылған, үлкендерге бағынған, қазақ қызы осылай барша